Так, достар, көбісіңіз арнаға тіркелмей көреді екенсіздер осы жобаны. Мен бұны дұрыс емес деп ойлаймын өз басым. 96%-дан астамы тіркелмей көреді екен. Мынау бізде шығып тұрады ғой ютубтан. Не сұмдық бұл? Тіркеліңіздер каналға. Мынау жаңағы тіркелу деген басыңыздар, қоңыраушаны басыңыздар, лайк, жаңағы не бар, соның бәрін жасаңыздар. Әйтпесе болмайды бұлай жүре беруге. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін бізде әдеттегідей Талғатпен сұхбат бағдарламасы. Кезекті біздің қонағымыз елімізге танымал, әйгілі десек те болады, суперстар жобасының мықты жеңімпазы Нұржан Керменбаев. Қош келдіңіз, Нұреке. Нұреке, қош келдіңіз. Көргеніме қуаныштымын. Жалпы енді көрінбей қайда жүрсіз негізі? Бауырым, бұл Нұржан Керменбаев емес пе? Мен ғой Нұржан Керменбаев. Жоқ, тоқтаңыз. Сіз ба Нұржан Керменбаев? Иә, мен ғой Нұржан Керменбаев. Сіз кімсіз? Майкл. Майкл? Солай ма? Жақсы, онда рахмет, Майкл. Мен отырайын, Бұсат. Жақсы. Қош келдіңіз онда, Нұржан Керменбаев. Қайтадан бастайын, ыңғайсыз болып қалмасын. Проблем жоқ. Құрметті көрермендер, кешірім сұраймын, кішкене түсініспеушіліктер болып қалды. Бүгін бізде енді бағдарлама экзотикаға толы болайын деп тұр. Кішкене телефоннан немесе ноутбуктан көріп отырған жандар болса, яркістің кішкене жоғарылатып қойсаңыздар болады. Өйткені бүгін бізде қонақта Нұржан Керменбаев. Қош келдіңіз, Нұреке. Йоу, чувак, йоу. Сіз білмейсіз ба не? Не істеуім керек? Жоқ, сіздерде осындай емес па, андай йоу. Кинода көргенде сондай. Білмеймін ондайды. Сондай емес па. Нұреке, мен негізі енді әлде күмәнданып тұрмын. Сіз точно Нұржан Керменбаевсыз ғой? Иә, Нұржан Керменбаев болған. Просто тағы бір Джон деген сияқты біреу болып шықпасын деп тағы біреу келе ма деген ғой. Бауырым, өзің көріп отырсың, мен қазақша сөйлеп отырмын. Қайдан Джон? Бірақ сонда да бір күмән болып тұр да. Ренжімесеңіз, удостоверение көрсете аласыз ба? Удостоверение? Иә. Серьезно айтыпсың ба? Жоқ, білмейміз ғой деген ғой. Сен серьезно айтыпсың ба? Иә. Анық қанығына жетіп алайын дедім. Нұржан Керменбаев. Мә, қолын алып өзің. Алыптап дұрыстап қарау. Нұржан Керменбаев. 780 мың адам ұқсайды екен сізге? Көп емес па? Енді сұхбат әдемі жүреді деп ойлаймын. Көз жеткіздік, көрермендерде енді маған сеніңіздер, бұл Нұржан Керменбаев. Удостоверение көрдім. Енді сұхбат жалғастырайық. Нұреке, әппақ болып киініп келіпсіз. Белый вечеринкеден келіпсіз ба? Әзіл ғой. Алғашқы сұрақ, жалпы қайда жүрсіз? Қайда жүргенде енді проектлерде жалпы. Ән, студия, ұшып қону, әртүрлі қалалар, гастрольдер. Жоқ, оны түсініп. Ондайды айтып тұрмыз ғой. Қайда жүрсіз? 20 минут болды кешігіп деген ғой, біз күтіп отырмыз. Кешірім сұрайын? Сәл кешіп қалдық енді. Әндерді тек жанды дауыста айтам депсіз. Плюс жазуға былай қаражат жағы қиындау ма? Қалай ол, неге? Жоқ, Құдайға шүкір, бар. Бар, иә? Бар, иә. Естіп бере алам дегенім. Әндеріңіз былай өте жақсы. Бірақ мен бір әніңіздің минусын тауып алдым. Иә. Қандай? Тауып алдым, қоса берейін ба? Қоса беріңіз. Минус ғой. 4 минут минус. Бір Көрдіңіз плюсын ба? таппадым. Иә, плюс жоқ.
осы соңына дейін минус. Мен қазір бір ақ ән бұл бірнеше әннің минусын таба аламын. Бопты онда ары қарай істей бер. Іздеген адам табады ғой. Бұл мен жұмыс істемейсіз ба деген ма? Талпын, еңбектеніп. Нұреке, ойлаңыз, елестетіп қойыңыз. Бір кісі келді да сізге. Нұржан, сенің қазір ән айтасың, ол хит болады. Мықты хит болады, таралады. Бірақ одан кейін ән айтпайсың десе, қалай қарайсыз, келісесіз ба? Нұреке, мен сізге келіспей-ақ қойыңыз. Келіспей қойыңыз. Келіспей-ақ қойыңыз. Мен неге? Өйткені былай енді хитсіз де жүре беруге болады негізі. Өйткені сіздің даусыңыз керек бізге. Хит жоқ болса да әндеріңіз жүре берген дұрыс та. Келіспей-ақ қойыңыз. Жақсы. Нұреке, өткен шаққа оралсақ, Суперстардың финалында сіз Алмас Кішкенбаевқа жеңіліп қалған екенсіз. Оны Алмас Кішкенбаев ақ, сіз қара болған үшін деп ойламайсыз ба негізі? Расизмнің белгілері деген ой жоқ па? Сен бағым мүлдем дайындалмапсың ғой. Ол Алмас Кішкенбаев, ол бірінші сезон. Мен үшінші сезонның жеңімпазымын. Сіз үшінші сезонда жеңімпаз болдыңыз ба? Иә. Үшінші сезонды Netflix түсірген шығар онда. Сол Суперстарда мен негізі сізге жанкүйер болғам. Сізге біраз SMS-пен жібергем, ақшалай. Прям көп жібердім да. Соны қайтарсаңыз. Ол кездегі енді девальвациямен есептесек уже қазір 280 мыңдай болған шығар. Сөзім жоқ бауырым. 250 жарайды. 250 бере салыңыз енді. Номеріңді айтшы. Біз шыққасын жіберейік. Болды. Негізі Нұреке, мынау Суперстардағы орындаған әніңіз, мен әлі күнге дейін тыңдаймын сол әнді. Қатты ұнайды өзіме. Прям желілерде қатты тараған, өзіңіз де біліп тұрған шығарсыз қайсысы екенін. Прям отбасымызбен өзі қатты тыңдаймыз сол әнді. Сіз есімізге түсіріп. Соны орындап берсеңіз, өтініш, қатты өтініп сұрамын. Жарайды, орындап берейін. Болды, рахмет сізге. Сен жаңа фыт фристайл дегенді айт деп тұрсың ба маған? Иә, күшті ән сол ең ұнайды. Ол менің әнім емес қой, сен сәл бір YouTube қарап, бір зерттеп, бір түрі де ұқсамайды ғой маған. Сен Суперстар деген мемдардың барлығын сонда мен де сөйтіп көрсетпекшісің мен қазір. Бірақ сонда да айта салмайсыз ба? Бауырым, қой бермеші давай. Мен кемес бұл. Менің ән деп қойдым. Сәл зерттесеңдерші, хотя бы. Шатасып кет. Есімді ғанам. Негізі жақсам ғой бірақ, Білмеймін. Біреуге жақсы шығар. Бізге су бермейсіңдер ме? Су? Иә. Не үшін? Не үшін деп ойлайсың? Ішпейтін шығарсыз. Ішем. Ішесіз ба? Ішем. Бағанадан бері айтпайсыз ба, Нұреке, мен міне ғой сізге. Как раз мен енді білем ғой сіздерді жалпы зерттегенім өзім. Мұны алып, үйіңізге де алып кетсеңіз болады. Отырайсың. Қазір ішпейсіз. Желанием қайтып қалды. Рұқсат болса енді бағдарламаның рейтинг деген бар ғой қазір. Рейтинг көтеретін сұрақтар қойсам. Негізі былай черный юморға өзіңіз қалай қарайсыз? Сенандай бауырым, артық әзілдерің көп болып кетті негізі. Соған қара түске байланысты әзілдеріңді алып тасташы. Болды, жеткілікті ғой. Манадан бері айтып жатсың, түсіріп жатсың. Істеді ғой. Қара түске дейсіз ба? Өтініш. Жақсы келеді, бірақ негізі
жарайды, алып тастай салайын. Так, мына жерде бір Нұржан аға сізді көрсем, көмір түсіріп келген кісіге ұқсайды. Алып тастайын ғой бұны, иә? Так, түнде далаға шыққанда светоотражательный киім киіп, бұны да алып тастаймыз. Так, Аппақ келін сериалында екінші сезон түсіріп, Аппақ күйеу бала деген түсірсек. Алып тастаймыз бәрін. Негр деген алып тастаймыз, иә? Бәрін алып тастайсыз, пожалуйста. Мүмкін жаңа Аппақ келін екінші ойланып көреміз, мүмкін. Жақсы демес. Алып тастаймыз, иә? Бауырым, айттым ғой жаңа. Азық кеттің, алып тастайсыз бәрін. Алып тастау керек бәрін. Все, мен түсіндім сізді. Болды, қойдым. Болды, жетеді. Бәрін алып тастадым. Будильник қой. Кешірім сұраймын. Жалпы Нұреке, сіз қай жақтансыз негізі? Мен орталықтан. Так, орталық. Камерун? Или немі, Конго? Жар, Сатпаевтан. Сәтпаев деген ол жақта да бар ма? Африкада да Сәтпаев бар ма? Базар. Жоқ, болған. Қазақстан, орталық Қазақстан, Сатпаев қаласы. Мен Қазақстанда туылған. Мен қазақпын, таза қазақпын. Қазақстанда Сәтпаев туылдыңыз. Иә. Кешірім сұраймын, шатасып кетті. Редакторлар бізде көбінесе қателеседі да соны. Кім жазды сендерге жалпы? Жақшымын да. Сәтпаевтан дедіңіз. Біз жалпы Сәтпаев қаласының тұрғындардан сұрадық. Нұржан Кеменбаев жайлы не білесіз деп, ол кісілер көбісі айтты да, негізі кезінде Нұржан по черному двигаться еткен деді. Жалпы көрермендер білмейтін темная стороналар біраз бар дейді. Оған не дейсіз? Жоқ, өтірік әңгіме бәрі. Кім не айтса да өтірік әңгіме. Жоқ, черная сторона. Мүлдем. Сөзім жоқ. Енді сізді көрсем көптен бері сұрайым деп жүрген сұрағым бар да. Жалпы түнде бастырылады деген нәрсе бар ғой өзі. Иә. Түнде бастырылып, үстіне бір қап-қара бірдеңе тұрған сияқты деп. Соны негізі кешірім сұраймын, бірақ сіз емес па негізі? Сен таза қуылмай екенсің ғой, бағым. Жоқ, сіз болсаңыз ондайыңызды қойсаңызшы деп айтқым келген ғой. Қанша адам шошты. Негізі 21-ші ғасырда өмір сүргеніңізге қуанатын шығарсыз, әнші болып, ән айтып, жұлдызыңыз жан. Иә, әрине, шүкір. Мұратауда. 18-ші ғасырда туса не болады екен деймін да сол. Әнші болмайсыз ғой явно өзде. Мақтама, терет жас, қамшымен ұрып, арқаңыз ауырып. Мүмкін. Бәрі мүмкін дейсіз ғой. Бәрі. Шүкір ғой, заман. Сіз осы Нұрлан Қоянбаевтың «Бизнес по-казахски» в Африке фильміне түстіңіз бе? Или қазақ әлеміне түстіңіз бе? Қазақ әлеміне түстім. В Африке түскен жоқсыз ба? Жоқ, түскен жоқ. Точно, түспедім, түскен жоқпын. Қазақ әлеміне түстім. «Бизнес по-казахски» в Африке түспедім. В Африке. Просто бірі болды да ішінде прям бір персонаж болды. Массовкаде ма? Ана жерде тұрды да. Сен шатастың. Нұржан Кеменбаев емес па деп қалдық па бәріміз. Шатастырып отырсың ба? Мүмкін ұқсап кеткен шығар. Түсіңіз ғой? Түскен жоқпын деймін бауым. Мен қазақ әлеміне түстім, иә. Бірақ «Бизнес в Африке» түспедім. Қызық екен, Нұрлан Қоянбаевта. Жоқ. Нұрекеден сұрасай ғой, мен неге түскенімді, түспегенімді.
мынау Еркін Нұржановтың бір әнінде сіз жайлы айтқан екен. Қандай? Дүние кең шағында не кірді арамызға деген. Бізде сонда вообще басқа тақырып жоқ та. Не кірді деп четко айтты. Не кірді деп сұрап тұрған шығар бәлкім. Мен Сен жақсырақ білетін сен шығармын, мен басқа- қазақпын ғой. Қазақ тілін мен сізден жақсырақ Мен де білемін. қазақпын. Мен де естіп отырмын, менің де құлағым бар. Не кірді деп тұр. Не кірді дейді. Не кірді, не шықты деген сияқты сөйтіп сұрақ қойып отырсың. Мен үйретпеңіз, мен қазақпын. Мен жақсырақ білемін. Оған. Мынау Мартин Лютер Кинг алаңда сөз сөйлегенде сіз ол жерде болдыңыз ба негізі? Ол кім ол тағы? Мартин Лютер Кинг. Танымайсыз ба не? Танымаймын. Кім ол? Ойбай, қалай ол деген сіздердің прям ұлы тұлғаларыңыз ғой. Оны ұмытпау керек қой сізге, Нұреке. Сіздердің. Қара нәсілділердің кәдімгідей абыройын көтерген адам ғой ол, қалайсыз? Кәдімгідей бір тақырыптан шыға алмадық қой ақыры, иә? Творчество, өнер, бәрі жайына алдым осында. Мен сондай бір сұрақтар болады шығар деп келіп отырмын негізі. Жоқ, творчество жарайды. Мартин Лютер Кинг қой, Мартин. Жоқ, танымаймын, болған жоқпын. Нұреке, негізі байқап отырмын, қазақшаңыз өте жақсы. Дұрыс қой, мен қазақпын, Қазақстан туылдым, қазақ мектебін бітірдім. Свет сөніп қалды ғой жігіттер. Қалай қаламыз? Камера істеп тұр ма? Жарайды, түсіре берейік. Нұреке осы жердесіз ба? Иә, отырмын ғой жаңында. Ой, Маған бір отырмын ғой жаңында. сіз осы жердесіз ба, Нұреке? Мен сізді көрмей тұрмын ғой. Кетіп қалмаз, иә, Нұреке? Көзін көрмеймін ба, бауыр? О, міне свет жанып қайттым. Осы жерде екенсіз ғой, Нұреке? Маған бер жаңында отырмын дейді. Қараңғыдан қорқатын едім ғой. Нұреке, енді білеміз ғой енді. Заказдарыңыз былай онша емес қой енді, ашығын айтқанда. Заказ етеді, шүкір. Жоқ дейді. Өтірік айтып, зачем? Содан мен не айтқым келіп тұр, айтайыншы. Енді. Айтайыншы. Ақша керек деген ғой. Ақша керек, семья сұрау керек. Бір ақша жасап қалатын жақсы бір мүмкіндік бар. Кәдімгідей Не мүмкіндік? қомақты қаржы. Не мүмкіндік? Бір жоба ғой, бір жоба. Не жоба? Жақсы жоба, сіз әдемі келесіз сол жерге. Ешқандай қиындығы жоқ. Келсіз ба? Қазір істеп салуға болады. Иә, қазір ме? Иә, қазір ақ оп-оңай бір-екі минут кететін шығар. Қалай? Бір по-черному емес па әйтеуір? Жоқ, ашық бәрі. Жақсы, нормальный ақша ғой. Білмеймін, көрейік енді. Уайымдамаңыз, ешқандай несі жоқ. Қазір бір-екі минуттың әңгімесі ғой. Болды, Нұреке, осымен бітті ғой бәрі. Андай. Ана зеленка не үшін? Тым уайымдамаңыз, Нұреке, бәрі идеально міне уәде бергендей еңбектің ақысын жемейміз. Точно нормальный тема ғой. Нормальный тема, Нұреке. Ешқандай біреудің ақысына кіріп жатқан жоқпыз, ешқандай черный темалар емес па деп. Бұл тексерілген тема ғой, бұл баяғыдан жұмыс істеп кетқан. Мына қанша мына жерде? Жай айтқан өзім санап аламын. Нормально. Нормальный тема. Уайымдамаңыз. Жартысы саған, жартысы маған ба? Иә. Дұрыс, ешқандай реніш жоқ қой. Жоқ, бәрі жақсы. Бірақ айтпайсың да не жоба екенін, не жоба түсіргенімізді. Оны былай енді монтаждап, сосын былай сізге жіберемін ғой, Тоқта. көремін ғой, сізше. Мынау ана тема емес па, который африканецтер туғанымен құттықтайтын? Иә, сол Нұреке. Сол ғой, иә, мынау, иә? Сол онда ол. Оғлым, сен не істедің сен? Сұрақтарың анау. Не жоба мынау? Не түсірілім? Мынау сен түсірілім деп шақырып алып. Мынау ақшаң беш дейін маған. Керек емес. Бір жеріңе тығып қой. Сосын мына видеоларды вообще ешқайда салушы емес, сотқа беремін сен. Түсіндің ба? Ақша жақсы еді ғой, ақша. Юристтарым хабарласады, смотри.
Happy birthday Ербол. Happy birthday Ербол.